Сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге қырыққабат қосылған дәмі ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге керекті заттар: қырыққабат, қияр, жүгері, аскөк, піскен тауық еті. Қырыққабатты мейлінше майда жіңішке қылып турап алыңыздар. Үстіне дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырып қойып қойыңыздар. Одан кейін қиярымызды бейнеде көрсетілгендей ортасынан бөліп турасаңыздар, салаттарыңыздың сәнін келтіреді. Содан соң пісірілген тауық етін ұзынша соломка етіп тураймыз. Достар, егерде менің арнам сіздерге пайдалы болып жатса, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аскөкті өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Құрғақ аскөктерін қолдансаңыздар болады. Оның үстіне консервідегі жүгеріні саламыз, және де 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырып, салатымыз осымен дайын. Менің жолдасыма, балаларыма бұл салат өте қатты ұнайды. Сіздерге жасауға да кеңес беремін.